Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен тәрбие сағатымызды эмоцияларды тану, эмоционалдық интеллект негіздері тақырыбында тәрбие сағатын ашық деп жариялаймыз. Әлеуметтік ортадағы болып жатқан факторларды қабылдаудағы ішкі сезімдерді сыртқа шығару. Яғни ол бізде көңілді эмоция болуы мүмкін, ыза, ашу білдіру, не болмаса қуаныш сезімдерін сезіне алу және эмпатиялық сезімдерді біз сезіне білуіміз осы эмоциялардың бір шығаруы болып табылады. Позитивті эмоцияларға біз қандай эмоциялардың түрлерін жатқыза аламыз? Күлу, жақсы көру, біреуге деген эмпатиялық сезімдерімізді білдіру. Яғни эмпатиялық сезімдер дегеніміз біреудің жай күйін түсініп, соны өзіңізде істеу, өзіңіз арқылы өткізу, біреудің қуанышымен бөлісу, біреудің қайғысымен бөлісу, оның жаңағы жай күйін түсіне отырып, сіз оған қандай көмек беру, моральдық көмек беру. Құрметті білім алушылар, осы оқу орнына түскен кезде сіздердің іштеріңізде сол жақсы хабарды естіген кезде қандай эмоцияда болдыңыздар? Алуа? Ең алдымен мен ол хабарды естігенде өте қатты қуандым. Алайда ол қуанумен бірге менде қобалжу деген болды. Себебі қобалжу, мен осы колледжге келгеннен кейін адамдармен тіл табыса аламын ба, болашақта мен қалай боламын, өз-өзімді қалай жүргізем, сол бойынша өте қатты қобалжулар, қорқулар болды. Сонымен қатар өте қатты қуанышты болдым. Ол қорқынышыңызды қазір жеңе алдыңыз ба енді? Өте қатты жеңе алдым, себебі жанымдағы группаластарыма көңілім толады, себебі олар мені жылы қарсы алып, ара қатынасым өте жақсы, өте керемет. Сондықтан да ол қорқынышым қалды. Жақсы, рахмет. Студенттер, ал енді ойын ойнап жіберсек, бұл жерде эмоциялар көрсетіледі. Сол эмоцияларды қайталау арқылы ойынымызды жалғастырамыз. Адамның белгілі бір уақыттағы эмоционалдық жағдайы. Эмоционалдық интеллект өз эмоцияңды және өзгелердің эмоциясын түсініп, басқару қабілеті. Эмоцияны басқару, сезімдеріңді дұрыс бағыттау, оларды бақылап, шешім қабылдауға әсер ету. Бұл жаттығу көңіл күйімізді көтеріп, ары қарай сабаққа дайын болуға көмектеседі. Топтық жұмыс оқушылар 3 топқа бөлінеді. Бірінші топ эмоция түрлері, яғни эмоция деген не екенін және қуаныш, ашу, қорқыныш, қайғыру, таңғалу эмоцияларына мысал келтіріп, постер жасап қорғаймыз. Екінші топқа көңіл күй және оның әсері, яғни көңіл күйдің адамға қандай әсерін жазу, сонымен қатар көңіл күйді жақсартудың үш жолын көрсету және сызба немесе сурет арқылы түсіндіреміз. Үшінші топқа эмоционалдық интеллект, яғни эмоционалдық интеллект дегеніміз не? Соны жазып, эмоцияны басқарудың жолдарын жазу және қысқа жағдаят құрастыру, досы ренжігенде не істейсің сынды тапсырмаларын орындаймыз. Біздің постерде бүгін біз қуаныш эмоциясын, ашу және де қайғы и таңғалу эмоциясын жасадық. Қорқыныш эмоциясы ол, яғни біз біреуден қорыққанда немесе басқа да белгісіз жағдай болған кезде қолданатын эмоция түрі болып табылады. Мысалы, оған
мысалы иттен қорыққан кезде немесе емтихан алдында қорыққан кезде және көпшіліктің алдында сөйлеуден қорқу жатады. Ашу эмоциясы ол бір адамға ренжігенде немесе әділсіздік көрген кезде немесе ол адамға ұнамайтын бір іс-әрекет істеген кезде ол адам ашуланып, ашу эмоциясын көрсетеді. Қуаныш эмоциясы ұзақ уақыт бойы көрмеген досыңды кезіктіргенде бізде қуаныш сезімі пайда болады. Адам мұңайғанда пайда болатын қайғы терең сезім. Ол оқушы емтиханға дайындалып, бірақ төмен баға алып қалғанда немесе. Біздің тақырыбымыз көңіл-күй және оның адамның өміріне әсері. Яғни көңіл-күй дегеніміз ол адамның ішкі эмоцияларынан туындайды. Және де эмоцияның жақсы жақтары және де жаман жақтары да болады. Және де бұл эмоция көңіл-күй адамның тікелей өміріне және де денсаулығына тікелей байланысты болады. Мысалы, адамның көңіл-күйі жақсы болған жағдайда адам өзін жақсы сезініп, күні бойы өзін керемет сезінеді. Ал егер де адам көңілі жаман немесе көңілі түсіп тұрса, онда адам өзін әлсіз сезінеді. Көңіл-күй адамның эмоциялық жағдайы ол қуаныш, ашу, қорқыныш сияқты түрлі сезімдерден тұрады. Көңіл-күй адамның мінез-құлқына және қарым-қатынасына әсер етеді. Көңіл-күйдің түрлері, ол көңіл-күйдің негізгі екі түрі болады. Біріншісі жақсы көңіл-күй, ол қуану, бақыт, күлу осылар жатады. Ал екіншісі жаман көңіл-күй, ол ашу, реніш және мұңаю. Және бізде көңіл-күй ол бізде адамның денсаулығына да әсер етеді. Мысалы, жақсы көңіл-күй ол адам иммунитетін жақсартады, ал ұзақ уақыт жаман көңіл-күймен жүрсек, ол адамды шаршауға және стресске әкеледі. Көңіл-күйді көтеру тәсілдері ол достармен серуендеу және өзің жеке таза ауада серуендеу, музыка тыңдау, осы тәсілдер сенің көңіл-күйіңнің жақсаруына әсер етеді. Тағы да ол сыртқы қоршаған ортаға байланысты. Мысалы, бұл бізде буллингтің әсерінен адамның көңіл-күйі түсуі, тіпті адам жасқаншақ болып қалады. Мысалы, бұл жас бала бұны сыныптастары немесе айналасындағы адамдарды буллинг яғни қысым көріп отыр. Бұның әсерінен бала өте жасқаншақ болып қалады. Және де ол дейтін өзінің ашық ойын айта алмай қалуы мүмкін. Эмоционалдық интеллекттің ең басты факторларының бірі ол мотивация. Мотивация дегеніміз ол адамның өзінің алға қойған мақсатына ішкі күй және ынта арқылы жету. Мотивация негізінен өмірде өте маңызды рөл атқарады. Себебі оқуда озат болсаң да алдыңа қойған мақсатқа жету үшін саған ылғи да мотивация керек. Сол себепті адам өзін іштен мотивациялап, өзін мақтаса, адам өзіне деген сенімділікті жоғалтпай, алға қарай қадам басуға ұмтылады. Бізде үшіншісі әлеуметтік дағдылар, ол адамның басқа адамдармен қарым-қатынас жасай алуы және керекті кезде өзінің эмоциясын ұстай білуі. Яғни сәлемдесу, сыпайы сөйлеу, рахмет айту деген сияқты. Ал төртіншісі өзін тану. Өзін тану дегеніміз ол өз эмоциясын және сезімін, күшті және әлсіз жақтарын тану білу қабілеті. Эмоциялық интеллекттің тағы бір түрі ол эмпатия. Эмпатия дегеніміз ол бір адамның көңіл-күйін өзінде сезінуі. Сол адамның орнына өзіңді қойып, оған қолдау көрсетіп, оның көңіл-күйін көтеруге тырысу. Және осы айта кеткен факторлардың бәрі адам өмірінде өте маңызды рөл атқарады. Себебі әр атаған факторымыз адамға деген сенімділік беріп, өзін іштей түсінуге және алдыға қарай ұмтылуға мотивация береді. Шарлар таратылды. Сол шарларға біз түрлі эмоцияларды саламыз, түрлі негативті эмоцияларды салып, оны позитивті эмоцияға айналдырамыз. Жақсы ма? Шарды жару арқылы шығарамыз. Менің өмірімде жақсы эмоцияларға толы болу керек. Қара ойларды өшіріп, оның орнына жарық қалдырғым келеді. Мен ішкі қобалжуды жеңу үшін бұл шарды жарамын. Мен іштегі ашуымды жақсы көңіл-күйге ауыстырамын. Эмоциямды позитивті эмоцияға айналдырғым келеді.
Махаббат адамды мейірімді, сабырлы және бақытты ететін эмоция. Мен бүгінгі ашық тәрбие сағатынан түрлі қызықты эмоция алдым. Мен бүгінгі сабақтан жақсы мәліметтер алдым.